Ассалаумағалейкум, эфирде Сүбелі сөз бағдарламасы, сіздермен бірге Мұхтар Нияз. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы ұлттық ғылыми онкологиялық орталығы медицина бөлімінің басқарушы директоры, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғары санатты хирург дәрігер Әділбек Мұхажанов мырза. Студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Енді бүгін өзіңізбен сұхбаттасуды жайдан жай ұйымдастырып отырған жоқпыз. Қазір енді өзіңізге белгілі әлемдік деректер бойынша дамыған мемлекеттер халқының 1%-ға жуығы қатерлі ісік диагнозына шалдығады екен. Қазақстан бұл көрсеткішке өкінішке орай 0,92%-ды құрайды екен. Яғни жыл сайын елімізде қатерлі ісікке шалдыққан 35 мыңға жуық адам анықталады екен. Жалпы бүгінде осы обыр дерті деп айтамыз ғой енді. Қандай түрлері белең алған? Көбіне қай жас шамасындағы адамдар осы ауруға шалдығып жатады? Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, жылына бізде Қазақстанда 35 мыңға жуық адам қатерлі дерт науқас деп ауруы деп диагноз қойылады. Оның ішінде біз қарап отыратын болсақ, әр түрлері кездеседі. Оның ішінде ең жиі кездесетін ол мынау сүт безінің қатерлі ісігі, одан кейін өкпенің қатерлі ісігі, одан кейін асқазанның қатерлі ісігі, одан кейін мынау әйел адамдарда жатыр мойнының қатерлі ісігі және тоқ ішек пен тік ішектің қатерлі ісіктері. Енді біз Қазақстан қарайтын болсақ, бұлай дамыған елдермен алғанда бізде ауру мөлшері кішкене аздау, но бірақ жылдан жылға бізде сол дамыған елдердің мөлшеріне жақындап келеміз. Ол енді бүкіл дүниежүзілік тенденция болып есептеледі. Енді жасыратын жоқ, негізі бұл қатерлі ауруменен егде жастағы адамдар көбінесе ауырады, бірақ қазіргі заманда мынау құпия емес, қатерлі ісік аурулар жасарып келе жатыр. Жылдан жылға орта жастағы адамдар, жас балалардың ауруы жиі кездесіп келе жатыр. Осыдан 20-30 жыл бұрын мысалы, ол өте сирек кездесетін болса, қазір жиі кездесіп келе жатыр. Қазақстанның статистикалық санына қара бойынша 18-63 жастағы адамдарда, жұмыс қабілеті бар адамдарда қазір бізде ол кісілерді жалпы ауруға шалдыққан адамдардың 60%-ын құрап отыр. Сондықтан әрбір жаста кездеседі. Қазақстан бойынша жұмыс қабілеті. Негізгі себебі? Негізгі себебі енді бірнеше себептері бар. Оның енді әрбір оның обырдың орналасуына байланысты, түріне байланысты себебі әртүрлі болып кетеді. Но бүкіл дүние жүзінің мәліметі бойынша, мысалы, адамның өмір сүру режимі бұған байланысты болуы мүмкін. Мысалы, вредный привычка дейміз, қауіпті қандай өзінде зиянды әрекеттер бар. Мысалы, темекі шегу, өкпенің обырына темекі шегудің бірден бір байланысы бар деп келтіріледі. Одан кейін тұқым қуалаушылық бейімдеушілігі болуы мүмкін. Одан кейін тамақ ішу, мысалы, асқазан жолдарының ауруларына оның тамақ ішу, қандай тамақ ішеді, қандай зиянды мысалы тамақтар ішу мүмкін. Және де мынау экология, енді біз дамып келе жатқандықтан, өндірістік дамып келе жатқандықтан ол машина, автомобильдер күннен күнге химиялық қалдықтарға байланысты ол бірнеше тоже терінің, басқа тыныс жолдарының зиянды қатерлі ісіктеріне әкеліп соқтыруы мүмкін. Осы қарапайым ғана темекі шегудің зиянын көп адамдар біле бермейді. Тіпті зиялы адамдарымыз да қарапайым осы әртүрлі мамандық иелері де бұны мәдениет ретінде қалыптасып кеткен деп ойлайды. Дәрігерлер қанша дабыл қақса да, осы нәрсе тіпті қазір электронды түрлері шығып жатыр. Немесе жаңағы түрлі жерлерде кальян дейді, ішке жаңағы ыстау, ішке жаңағы ағзаларды ыстау. Осылардың зардабы туралы, мысалы, менің естуімше жаңа электронды темекілердің осы обыр дерті немесе осы өкпенің қауіп дерттерін алып кетуде үлкен бір зиян жақтары бар дейді. Дәрігер ретінде кеңес. Енді өкпенің қатерлі ісігіне қазір анау дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында дәлелденген, олардың нәтижесі бойынша, басқа да ізденістер бойынша дәлелденген, темекі шегу ол жаңағы өкпенің қатерлі ісігіне әбден әкеліп төте жолының бірі деп. Енді біз айта алмаймыз, темекі шексеңіз, сіз 100% жаңағы өкпе мысалы ұзағырақ қысқа болуы мүмкін, бірақ ол түбі соған барады ғой. Иә, түбі соған алып келеді. Салыстырып қарайтын болсақ, темекі шекпемен темекі шегетін адамдар ішінде екі есе жаңағы қауіптік жоғары болып есептеледі. Қазір жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, басқа да түрлері шығып жатыр. Оның бәрі жаңағы өкпенің қатерлі ісігіне алып келуі мүмкін. Қазір ол жайында дүние жүзінде ізденістер болып жатыр, әлі нақты нәтиже жоқ, но оның құрамында түтін болғандықтан, химиялық заттар болғандықтан, ол бірден өкпеге барып, жаңағы өкпенің
зат алмасуына қатысқандықтан ол қатерлікке алып келуі әбден мүмкін. Енді салыстырмалы түрде айтып отырмын, осыдан басқа да біздің өзіміздің ағзамызға зиян беретін жаңа дұрыс өмір сүрудің салтын дұрыс жолға қоймағандықтан осы ауруларға тез ерте шалдығып жатқанымыз, тіпті оның жасарған сол дүниеге келе салып балалардың осы ауруға кеселге шалдығып жатқанын көріп жатамыз. Енді көп ғалымдар, әлемдік ғалымдардың кейбір пікірлеріне қарап отырсақ, бұл иммундық жүйенің әлсіреуі, сосын жүйке жүйесінің әлсіреуі, тіпті тұрмыстық әлеуметтік жағдайлардың шиеленісуінен адамның бойындағы өзіне деген сенімнің құлдырауынан осы аурудың тез белең алып кететін. Әрбір адамның бойында болады, бірақ сол түрлі жаңағы жағдайларға байланысты тез өршіп кетеді дегенде мәліметтерді құлағымыз. Ол әбден дұрыс қағида, өйткені әрбір организмде ол иммунитет жаңағы обыр ауруына да қарсы тұрады. Ондай клеткалар, жасушалар пайда болған кезде оны жойып отыруға тиіс. Бірақ енді анау иммунитет азайған кезінде, стресс болған кезде, дұрыстап тамақтанбағанда да қайта жаңа қатты шаршап, үнемі ұйқы аздап, үнемі шаршап нететін болса, көңіл күйі бұзылатын болса, ол жаңағы аяғында жүйке ауруларына келіп соқтыруы мүмкін, басқа да созылмалы жаңағы қабыну ауруларына келіп соқтыруы мүмкін, хронический воспаление. Ол өз алдында жаңағы обыр ауруына айналып кетуі әбден мүмкін. Мөлшері сиректеледі. Сосын көп жағдайда енді қазір байқап жатамыз, өзіміз сәл бейғамдау қалыппыз, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Соңғы сатысында барып қалып жатамыз. Жалпы осы дерттің адамның денесінде пайда болу уақыты қанша, оны жылына бір тексеріліп тұру керек пе, немесе 6 ай сайын тексеріліп тұру керек пе, немесе толық жаңағы дәрігерлік бақылаудан қанша уақытта өту керек? Енді сақтықта қорлық жоқ қой. Енді өте жақсы сұрақ оныңыз, өйткені біз енді менталитетіміз солай ма, біз дәрігерге қатты ауырып шыдамай бар жатқанда барамыз ғой. Біз негізі енді мына біздің ұлттың қасиеті. Сондықтан біз ойлаймыз, мынау обыр ауруының бір жаман қасиеті, ол адамға білдіртпей басталады. Адам өзі байқамауы мүмкін. Бауыр сияқты кейбір ауырмайтын мүшелер тіпті байқалмайды ғой. Тұмау тиетін болса, сіз 1-2 күнде байқайсыз, жаңа температураңыз көтереді, тыныс жолдарыңыз да. Амында обыр ауруменен мысалы айлап, кейде жылдап жүре беруі мүмкін басталған. Сондықтан өзінің денсаулығына былай көңіл қойып қарап отыру керек. Мысалы, қазір бізде бар мынау мемлекеттің тарапынан скринингтік бағдарлама деген бар, алдын алу үшін адамды тексеріп отырады. Мысалы, бізде қазір Қазақстан бойынша 3 скринингтік бағдарлама бар. Ол жаңағы сүт безінің қатерлісігіне, жатыр мойнының қатерлісігіне және тоқшектің қатерлісігіне. Мысалы, 2 программа бойынша жаңағы әйелдерді, ал 3-ші программасы әйелдерді, еркектерді жаңағы сол бағдарламамен тексереді. Мысалы, оны 30 жасынан 70 жасына дейін адамдар барып тексерілу керек. Ол тегін, әркімнің өзінің бекітілген жаңағы емханасында тегін түрде тексеріледі. Біздің адамдар соның өзіне барғысы келмейді. Келіңдер деп жаңағы шақырып, қайта шақырып неткеннен кейін. Ол тегін барып тексерілсе, мысалы, алдын алып, басталып келе жатқан ауруын алдын алуға болады. Мысалы, жылына біз айтамыз, жаңағы рентгеннен кеуденің өтіп тұру керек жаңағы деп, мысалы, флюорография дейміз. Оған елдің барғысы келмейді. Жаңағы шақырып жүріп жинап апарамыз, мысалы. Негізі, мысалы, дамыған елдерде, мысалы, мәдениетті дамыған елдерде 40-тан асқаннан кейін, әсіресе 50-ден асқаннан кейін, ең аз дегенде 2 жылда бір рет, немесе жылына бір рет өзінің ағзасын тексеріп тұрған дұрыс. Бұрын кезінде, Совет үкіметі кезінде медосмотр деген болды, барлығымыз содан өтетінбіз, мысалы. Сондай жаңағы өзі барып тексеріліп тұрған, немесе жұмыс орнында мысалы тексеріліп тұрғаны өте дұрыс. Өйткені біз айтамыз, қатерлі ісіктің алғашқы сатысында диагнозын қойсақ, немесе ол болайын деп келе жатқанда диагноз қойсақ, адам құлан таза жазылып кетуіне болады 100%. Ал енді мысалы 3-ші сатысы, 4-ші сатысында да жазылуға болады, но жазылу мөлшері мысалы әжептәуір азаяды. Если 1-ші сатыда мысалы 100% жазылып кететін болса, 4-ші сатыда мысалы ауырған адамдардың 20-30%, кейде одан да аз пайыздары мысалы құлан таза жазылып кетуі мүмкін. Сондықтан алдын ала қаранған дұрыс. Қаралған қарап қалмайды. Орталықтың жұмысына қарай ойыссақ, орталықта қатерлі ісік дертіне байланысты ғылыми зерттеу жұмыстарының қаншалықты жүргізілетін және онкологиялық диагнозбен келген науқастарға мемлекет тарапынан қандай жеңілдіктер қарастырылған? Жақсы сұрақ. Бұл өйткені мына біздің орталық осы жұмыс істеп бастағанда мына мемлекеттік елбасының мемлекеттің қаулысыменен біздің орталық ашылды, ғылыми онкологиялық орталық болды. Қазір кешенді жүрде жұмыс жасап жатырмыз біз. Өйткені қазір бізге мұнда сол орталық бұрынғы ғылыми онкология трансплантология орталығының
базасында құрылды. Қазір қасымызға біз үлкен ғимарат салып жатырмыз. Онда жаңағы 210 төсекке арналған үлкен аурухана салынады, және ол аурухана жаңағы ғылыми заманауи жаңағы медициналық жабдықтармен жабдықталатын болады. Онда диагностика қоюға, мынау сәулелік диагностика қоюға, компьютерлік томография дейміз, магнитті резонанс томография дейміз, және мынау ең жаңағы қазіргі жерде радионуклидтік диагностика деген бар, ПЭТ дейді, ол позитронды эмиссиондық томография. Соны қоймақшымыз. Ол қазір бізде Қазақстанда 2 қалада, Нұр-Сұлтанда, Алматыда ғана бар. Вот үшінші осы қондырғы бізде болады. Және ол қондырға біз жаңа циклотрондық комплекс, кешендік комплекс дейміз, жаңа өзі радиофарм жаңа препараттарды өзі жасап шығарып, өзі диагностика қоюға болады. Бұл диагностиканың жақсысы, ол жаңа бастапқы сатысында және бүкіл ағзаны тексеріп шығуға болады. Және ол орталықта бізде жаңағы емдеудің, бұл диагностиканың, емдеудің жаңа тәсілдерін қолданбақшымыз. Орталық салынып біткеннен кейін ол жаңағы протондық терапия дейді. Бұл жаңа қарқынды дамып келе жатқан терапияның бірі. Қазір дүние жүзінде 80-дей орталықтар бар. Онда протондық ТМД елдерінде, Россияда ғана бұрын бір орталық болатын, былтыр 2-ші орталық ашылды. Ондай жаңа Димитров қаласында 2-ақ жерде ғана бар. Мынау Азияда, осы біздің маңайдағы мемлекет Қазақстанда ондай орталық жоқ. Соны біз жаңағы протондық терапия орталығын сол жаңа ғимаратта ашпақсымыз. Және сәулелік емдеудің жаңа нелері. Және біз қазір мынау жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, ғылыми қандай әдістер қолданып жатыр деп. Бізде ол орталықта ауруларды емдеп қана қоятын орталық емес, ғылыми лабораториялар, зертханалар болады. Онда біз жаңағы мынау аурудың жаңа өзіңіз қойған сұрақтарға қандай әсер, зиянды факторлар бар, қалай ол дамиды, ол адамның иммунитеті қандай. Қазір мынау дүние жүзіндегі енді жаңа бағыттың бірі ол дербестелген медицина дейді. Жаңа адамның өзінің иммунитетін қарап, оның жаңа обырына қарап, именно сол адамға әсер ететін дәріні беру, ол адамға әсер ететін жаңа иммундық препаратты беру, солған бет қойып келе жатыр. Сондай бізде де лаборатория болып, сол жағынан біз күрделі жұмыстар жасамақшымыз. Және бұл орталықтың тағы бір міндеті, ол өздері, біз өзіміз ғана жаңа емдеу тәсілдерін қолданып қолмай, біз оны шетелден алып келіп, және Қазақстан бойынша тарататын орталық болып жұмыс істегіміз келіп, сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Қазір орталыққа біз мынау мамандар дайындап жатырмыз. Көп шетелдік ғылыми жаңағы онкология орталықтармен меморандум жаңағы серіктестікке қол жеткіздік. Мысалы, Жапон мемлекетінің ұлттық онкологиялық орталығымен, Корея мемлекетінің ұлттық онкологиялық орталығымен, Европалық ұлттық онкологиялық институт дейді Миландағы, оларменен, Германиямен, Англиямен жаңағы серіктестік меморандумға қол қойдық. Қазір мына болашақ бағдарламасының аясында басқа да мемлекеттік қаражаттарменен біз өзіміздің дәрігерлерді, мынау региондағы дәрігерлерді сол дамыған елдердің орталықтарына тәжірибеге жіберіп, оқытуға, ертең сол орталық ашылғанда оларды сол жұмысқа орналастырып, ол өте күрделі үлкен орталық болмақшы. Сондай жоспарларымыз бар. Енді көпшілік елдің ішінде осы диагноз қойылғанда өкінішке орай бұны бір үкім ретінде қабылдап, ішкі жан дүниесін өзін толықтай жоғалтып, тіпті бірінші сатысының өзі болса да, енді адам болғаннан кейін, ол қорқыныш болғаннан кейін, бұл дерттің ақыр сипаттарын білгеннен кейін адамдар міндетті түрде жаңа түрлі қиындыққа душар етіп, жаңа жүйке күйзелісіне ұшырап жатады. Қазіргі медицина мен ғылымның бұл дертті ауыздықтауға біршама қауқарлы болып қалған, кейде ескермей жатамыз, кейде тіпті ерте беріліп қойып жатамыз. Бұндай кезде жаңағы медицина мамандары да адамның ішкі ерік жігері көп нәрсені шешетін, тіпті ешқандай дәрі-дәрмексіз, кейде тек қана ішкі рухының, жігерінің арқасында да осы дерт жеңіп кеткен факторлардың кездесетін, жасырын емес. Ол енді біз кезінде бұл ауруды өзіңіз білесіз, қазақтарда жаман ауру деп атында айтпаған. Жаман аурумен ауырды деп, оны жасырған көбісінен. Қазір мен ойлаймын, біздің менталитетіміз өзгеріп келе жатыр. Қазір адамдар қорықпай емге келеді. Қазір мысалы бұның енді хирургиялық емі бар, дәрімен емдейміз, сәулелік жаңа терапия дейміз, онымен емдейміз. Қазір барлық облыстарда жаңағы онкологиялық орталықтар бар. Олар қазір мынау бізде 18-22 жылға арналған мемлекеттік кешендік
жоспар, бағдарлама бар онкология аурулармен күресу. Сол бойынша бізде мынау онкологиялық диспансерлерге жаңағы аппараттарды қою, дұрыс заманауи аппараттарды қою жүзеге асырылып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, бізде Қазақстанда қазір мынау обыр ауруына емдеуге бірден бір мүмкіндік бар, және оны қорқатын ештеңесі жоқ адамдарға. Бірінші, екінші, үшінші сатысын біз әбден емдейміз. Төртінші сатының өзін қазір емдеуге мүмкіндіктер бар. Оның мысалы жаңа айтып кеттім, құлантазады жазылып кетуіне мүмкіндік бар, немесе жаңағы адамның өмірін жақсартып, өмірін созуға әбден мүмкіндік бар. Адам қорықпай, ауырғанын мойындамай, өзі ниеті болып келіп емделіп жатса, ол жазылып кетуіне болады. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, бізде кейде бізде бар, кейде жоқ, мен ауырдым деп емге келмей қояды, ой жарайды, не болса да көрейін деп жүріп қалады. Кейде басқа да емдерге салынып кетеді мысалы. Сондықтан ол келіп емделгені әбден дұрыс, мүмкіндік өте зор жазылып кетуге, қаражаттандырады. Мен осыны сұрайын деп отырғам. Қазір енді сәл осы аурудың белгісі бойында байқалған азаматтар көбіне Түркия мемлекетіне, немесе Кореяда, Израильде, Германияда, осы белгілі атаулы мемлекеттерде емге ақшасы бары да жоғы да сол жаққа ұмтылып жатады. Бұл енді отандық медицинаға деген бір сенімсіздік емес шығар, бірақ ол жақтағы тәжірибенің молдығы ма, әлде жазылу жаңағы мақпалдылығының жоғары болуынан ба? Енді қазір мен айта аламын, мысалы Қазақстанда сол шетелде жасалатын диагностиканың бәрін жасауға болады, және мүмкіндік бар. Ем-домдың да барлығы қазір қандай жаңағы дәрі-дәрмектер шетелде қолданады, ондай дәрі-дәрмектің бәрі мысалы Қазақстанда қазір жаңа тіркелген, емдеуге қолдануға болады. Енді ол кететін адамдарды бір жағынан жаңағы енді көзқарас сондай қалыптасып қалған. Шетелге барсаң, сен жақсы емдейді, жақсы. Туризмнің жарнамасының әсері болуы мүмкін. Конечно. Өйткені енді былай қарап отырсаңыз, бізде адамдар ойлайды, вот мен қазір 2-3 күнде барлығын істеп тастау керек, маған диагноз қойып ем басталу қажет деп. Шетелде енді ол сервис дейміз, жаңағы ол кішкене жақсы жолға қойылған да, бір аптаның ішінде олар барлығын жасап тастауы мүмкін, мысалы диагноз қойып. Но ондай жағдайлар мысалы бізде де оны жасауға болады. Ал енді сіз емханаға келіп, кішкене жаңағы күтіп нететін болса, бізде айтады, вот мен анда жіберді, мұнда жіберді деп. Ондай жағдайлар болуы мүмкін, бірақ енді ол өзінің жаңағы диагностиканың жаңағы протоколдары бар, өзінің жаңағы жазылған түрлері бар, былай жасау керек деп. Сондықтан қазіргі заманда мысалы жаңа мен айтып кеттім ғой, ем, диагностика тегін. Бұрын кейде болатын компьютерлік томография, магниттік резонанс томография, қымбатты әдістерді адам өзі күткісі келмей, өзі жаңағы ақшасын төлеп өтетін. Қазір мынау міндетті сақтандыру жүйесін енгізгеннен бері, осы 1 қаңтардан бастап, қазір ол тәсілдерді де тегін түрде алуға болады. Ол үшін адам емханаға бару керек, қаралу керек. Егер онда обыр ауруын жаңағы күдікті болатын болса, онда дәрігер оған жаңағы жолдама жазып береді. Сонымен барады да жаңағы сол емхананың өзінде, немесе ол емханада болмаса, немесе жұмыс істемесе, көрші емханада жаңағы өтуіне тегін түрде болады. Сондықтан қазіргі заманда Қазақстанда диагноз қоюға, емдеуге ешқандай кедергі жоқ. Әділбек мырза, жалпы мына дененің әрбір тұтас дене жеке-жеке жасушалардан тұратын сияқты, біздің мемлекетімізде байлығы, ұлттың байлығы бірінші осы конституциямыз бойынша да әрбір адам ұлттың байлығы болып саналады. Сондықтан оның әрқайсының сау болуы біздің ұлттың, мемлекетіміздің қуатына алып келеді. Ендігі осы ғасыр дертіне айналып тұрған осы оба ауруын ешкім шалдықпай, дені сау болып, жаңа әртүрлі белгілер байқалған жағдайда сіздердің көмектеріңізге жүгініп, ол жақсы өзінің емі табылып, осы істеріңізден ізденіп жатқан жұмыстарыңыздан береке табыңыздар, сәттіліктер тілейміз. Лайым жаңағы жұмыстарыңыз жемісті болсын. Рахмет біздің студиямызға арнайы келгеніңіз үшін. Көп рахмет. Бүгінгі біздің бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.